Сәлем достар, қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Берекелі айда тек қана діни әңгімелер, тағылымы мол, ғибраты мол әңгімелерді оқимын деп шештім. Сондықтан бүгінгі әңгіменің атауы тесік шелек деп аталады. Бұл әңгімеде адамның бойында болсын, затта болсын, қандай кемшілік болса да, оның жақсы жағы болатыны және оны жақсылыққа қолдануға болатыны жайлы айтылған. Сондықтан да әңгімеден мол ғибрат аларсыздар деген ойдамын. Тесік шелек ел аузынан алынған. Үндістанда су тасығыш бір кісі екі шелек алып, иін ағашпен су таситын болса керек. Алайда екі шелектің біреуі тесік екен. Бүтін шелек өзіне құйылған суды қожайынның үйіне сол күйі шашау шығармай жеткізеді екен де, ал тесік шелек болса, толтырып құйылған судың үйге жеткенше жол бойы сыздықтатып отырып, әрең дегенде жартысын ғана апаратын көрінеді. Бұл жағдай дәл осылай туп-тура 2 жыл бойы жалғасыпты. Су тасушы күн сайын қожайынның үйіне толықтай 2 шелек емес, 1,5 шелек қана су жеткізіп жүріпті. Сау шелек өзінің қалтқысыз қызметін мақтаныш көрген сайын, тесік шелек байғұстың іштей мұңайғаны сонша, жерге кіріп кете жаздап ұялып, өзін қатты ыңғайсыз сезінеді екен. 2 жыл өтіп, бір күні әдеттегідей өзен жағасына тағы барғанда, шыдамаған тесік шелек су тасушыға қысыла қымтырла: "Сізден кешірім сұрасам деп едім. Білсеңіз ылғи алдыңызда ұяттан өртене жаздаймын" депті, назарын төмен салған күйі. Таң қалған су тасушы: "Неге?" деп сұрапты. Шелек: "Өйткені менің бір бүйірім тесік болғандықтан, ылғи да сіз толтырып қойған судың жартысын ғана жеткізіп, өзіме жүктелген міндетті толық орындай алмай жүргеніме іштей қатты қысылам. Менің кесірімнен сіз де өзіңізге тиесілі төлемақыңызды толықтай ала алмай келесіз" дегенде, су тасушы: "Оған бола қайғыратын түк те жоқ. Одан да қожайынның үйіне баратын жолдың сен жағындағы гүлдерін бір байқашы" депті жай ғана. Тесік шелек байқаса, қожайынның үйіне жеткенше жолдың өзі жағы шындығында жапырағы жайқалған, иісі аңқыған небір гүлдерге толы екен. Тіпті әлгі гүлдерге қызуы жақсы түсіп тұрған күнді де байқапты. Сонда су тасушы: "Көрдің бе?" деп сұрапты. "Бұл сендегі кемшілікті менің байқағандығым, әрі оның өз жөнін тауып орайластыруымның жемісі" деп сөзін жалғастырыпты. "Жолдың сен жағына әдейілеп гүлдер ектім, ал сен болсаң, күн сайын біз өзеннен су алып қайтқанда оларды суғарып тұрдың. 2 жылдан бері осы әдемі гүлдерден апарып, қожайынды таң қалдыра дастарханын жайнатып келдім. Егер сен тесік болмағаныңда, қожайынымыздың үйінде мұндай әдемілік болмас еді" деп түсіндірген екен. Пенде болған соң, тесік шелек секілді әркімнің де өзіне мәлім кемшіліктерінің болары сөзсіз. Алайда кемшіліктен қуыстанып, қорқа беруде жөн емес. Қайта сол кемшіліктен де адам өзіне қажетті үлгі ала білсе, оның да басқалардың қуанышына жарамасына кім кепіл? Достар, осымен ғибраты мол әңгіме тәмам. Алдағы уақытта да сіздерді тек қана тәлімді, тәрбиелік, мәні зор әңгімелермен қуантатын боламын. Тағы да тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған әдеттегідей Асем ТВ арнасының жүргізушісі Асем Жұмалиева. Келесі кездескенше амандықта болайық.